Ассалаумағалейкум. Екінші лекциямды бастайын. Бірінші лекцияның темасы Аллахтың орналасқан жері туралы болды. Енді екінші лекция Аллахтың мүшелігі туралы бастайын. Мұқият тыңдаңыздар, егер ұқпай қалсаңыздар, бір емес бірнеше рет оқыңыздар, тыңдаңыздар. Осы лекцияның жазбаша түрі менің umma.kz сайтымда орналасқан, содан оқып бере аласыздар, егер дұрыс ұқпасаңыздар. Біз Аллаху Акбар дегенде бұл сөздердің мағынасын дұрыстыға бермейміз. Бұл сөздер Аллах үлкен, Аллах биік дегенді білдіреді. Кім туралы айтып тұрғанымызды түсіну үшін үлкен сөзі алып сөзімен байланысты болу керек. Аллахтың есімдерінің бірі әл-Мутағил, үлкен жоғары, өйткені Аллах әлемдерден жоғары. Ол ең жоғары, ол бәрінен де жоғары болып табылады. Аллахтың тағы бір есімі әл-Әли, жоғары дегенді білдіреді. Өйткені Алла тағала бәрінен де ұлық, барлық жаратылған нәрседен үлкен және биік. Аллах барлық әлемдерден жоғары және оларға мұқтаж емес. Әл-Кабир аты биік, ең жоғары дегенді білдіреді. Көріп отырғаныңыздай бұл ат бойынша Алла тағала өзінің елеусіз жаратылыстарынан жоғары, бүкіл әлемнен жоғары екенін білдіреді. Сондай Аллах өз туралы, ол ғайыпты және айқынды білуші, үлкен, ең жоғары дейді. 13 сүренің 9 аятында. Көріп отырғаныңызда, егер Алла тағаланың денесі мен мүшелер болмаса, өзін үлкен, ең жоғары, биік және тағы басқа аттармен атамас еді. Алла тағала өзі жаратқан аршында бүкіл әлемнен жоғары қойды. Надандар бұл жалған хадис деп айтпау үшін хадистерді арнайы қолданбаймын, тек Құранның сөзімен ғана дәлел келтіремін. Матуридилер мен ашариттерге тамақтандырылған шайтанның жалған ертегілерін жою үшін Құрандағы Аллахтың өзінің сөздерін ғана қолданамын. Аллах тағала оны көздер көре алмайды, бірақ ол көздерді көреді дейді Анам сүресінде. Бұл аятта айтылғандай, оның үлкен көлеміне байланысты біздің көзіміз Аллахты көре алмайды. Аллах тағала Құран кәрімде оның беті, яғни жүзі және екі қолы бар екенін қайта-қайта айтады. 5 сүреде оның екі қолы ашық дейді. Сондай-ақ айт, расында рахымдылық Аллахтың қолында. 3 сүреде айтады. Ақырында қиямет күні бүкіл жер оның бір уысы ғана болатын. Аспандар оның қолыменен жиналатын болады дейді 39 сүреде. Көріп отырғаныңыздай, бұл аятта Аллах тағала өзінің қаншалықты үлкен екенін, оған қарағанда бүкіл әлем аспанның көлемі жағынан да арштың кішкентай ғана бөлігінде ғана болып қалатын бізге білдіреді. Басқа аяттарда Аллах тағала өзінің жүзі бар екенін тікелей және ашық айтады. Оның жүзінен басқаның бәрі жойылады дейді 28 сүреде. Раббыңның жүзі ғана мәңгілік, ұлы әрі жомарт 55 сүре. Қайда бұрылсаңдар да Аллахтың жүзі сонда 2 сүреде. Құран аудармашыларының көпшілігі бұл аяттарға Аллахтың жүзі деген сөз Аллахтың өзі екенін айтады. Аллах тағала Құранда жүз деген сөзді 11 жерде атап өткен. Бұл бекер емес, еріккеннен емес. Мұсылмандар жәннат Аллах тағаланың пердесіз және кедергісіз көретіні туралы сенімді хадистерді ғана емес, сонымен бірге Құрандағы Аллах тағаланың өзінің айқын сөздерінде елемейтін шайтан зомбылаған ашариттер мен матуридит сектанттарына таң қаламын. Оларға Аллах былай дейді: жақсылық істегендер үшін ең жақсысы, яғни жәннат, және қосымша Аллахты көру мүмкіндігі болады дейді 10 сүреде. Барлық ашариттер мен матуридилер Алланы жәннатта көреміз дейді. Бірақ олар Аллахтың тұратын жері жоқ, денесі жоқ, ағзалары жоқ болса, қалай көресіңдер деген сұраққа жауап бере алмай, олар ақмақ болып үнсіз қалады. Көрдіңіз бе, соқыр фанатизм мен шайтанның артынан еру оларды қайда келді? Олар сенімді хадистерді айтпағанда Аллахтың өзінің сөзінде қабылдамайды. Лекциямның соңында шайтанның жалған ертегісін жою үшін мен соңғы ойымды айтқым келеді. Қиямет күні өте қараңғы, ештеңе көрінбейтін абсолютті қараңғылық болады. Тек мұсылмандарда ғана алдында және оң жағында жиналатын жерге баратын жолды жарықтандыру үшін жарық болады. Бұл туралы хадистер мен Құран кәрімде қайта-қайта айтылған. Аллах тағала Құранда былай дейді:
жер Раббысының нұрымен нұрланады дейді 39 сүрede. Яғни Аллах бізге үкім шығару үшін келгенде, оның нұры айналамызды нұрландырады, және күндізгідей жарқырайды. Енді жақсылап ойлаңызшы, егер Алла тағаланың тұратын жері тәні болмаса, бізге қалай келіп үкім шығарады? Бұл күні Аллахтың тәні мен мүшелері жоқ болса, онда жоқтан нұр қайдан болады? Қысқаша айтқанда, шайтанның сандырағын тастаңыздар. Шындыққа көзіңізді ашыңыздар. Егер шайтанның атына адасып жүрген секталарға ақиқатты жеткізу үшін өрескел салыстыруларымды Аллахтан кешірім сұраймын. Шындықты тек жалғыз Аллах қана біледі.